Ол бір ауық сары аурудан сарғайған шерлі дымқасқа, бір ауық көпті көрген данышпан қарияға ұқсайды. Ей асаулар, желіктерің әлі-ақ басылады, асқанға тосқан болады. Сендер де қартаясыңдар, маған ұқсап тұғырдан түсесіңдер, дегендей жан-жағына жалқау бұрылып, көзін төңкере қарайды. О бастағы нәркес қара көз бұл күнде қызыл қоңыр. Шетін шел баса басқандықтан шегірленіп те кетеді. Қартайған адамның көз жанары қашып бозамық тартса, ол табиғат заңы. Абсенттің көзінің өзгеруінде бастан кешкен шаттықтың сағынышы, шердің зардабы жатқандай, бір ауық жас жуғандай, бір ауық қан жуғандай әсер етеді. Ақын ойланып тұр. Төрттіліктің ең ақылдысы жылқы болса, жылқының ең ақылдысы бишісі. Екі аяқтының өзі биден шатасса, төрт аяқты шатаспайды. Адамнан музыканы артық түйсінетін жылқы бар. Бағы заманға көз жетпесе бертіннің өзінде Тәттімбеттің ақбоз аты домбыраның сазына орай би билегені белгілі. Әнші балуан шолақтың аты қаңтарусыз тұрса, одан асқан әнші ақан серінің қосалқы аты соңынан қалмай еріп жүрген. Атақты Мақпал қара сол. Мәскеуде көргенде мынау абсентте мақпалдай қара еді. Бұл күнде қарагер тартыпты. Құлынында қызыл болғасын, одан қызыл күрең, одан алқара көк тартып, мақпал қараға айналғанын кәнігі маманынан естіген. Бұл күндері қарагерлігіне қарағанда тарлан ашпастың тұқымынан. Тарлан ашпаса, бұл туғаннан бәйгеге жарамай, бишілікке жаралған. Ақын осылай сезінеді. Оны қинайтын бір жұмбақ, абсенттің тұлғасы тұлпардың тұлғасындай. Жотасы тұп-тұтас, басы қағылез, құлағы үшкір, жібек жал. Құлан құйрық, бота тірсек, құйма тұяқ. Танау қандай жануардың, қанша шапса шаршатпайтын шелек танау. Тұла бойындағы бір ғана күдік, мойны ұзындау сияқты. Бірақ бұл бейші ғой. Физиканың заңы бойынша ауыртпалықты көп көрген мүше өзгеріп тұрмақ. Мүмкін абсенттің мойны шамадан тыс жаттықтырудың зардабы шығар. Неде болса ақын абсенттің заманында бәйгеге бір қосылмағанына өкінеді. Әлемдегі ең жүйрік жылқы осы ма, кім білсін. Қазақ бейшіден жүйрікті жақсы көреді. Көзі көрмесе де пәленшекеңнің аты бәйгеден келіпті деп күмпілдеседі. Ол ат бәйгеден қалай келді, озып келді ме, үзеңгілесіп келді ме, онымен жұмысы болмайды. Атқұмар ақын бір сәт өзіне өзі наразыланды. Осы менің өзім керенау кенже емеспін бе? Бейшінің желді аяқтан несі кем? Көз көрмейтін жүйріктен көз алдыңда мың бұралып, қырық құбылып би билейтін сиқыр артық емес пе деп ойлайды. Оның ендігі өкініші, Астанада оқып жүрген кезінде осы абсенттің жерлес екенін білмеуіне саяды. Әттеген ай, жүйрікке ақша тігіп, іш күйдіргенше осының қасына неге бармадым? Неге маңдайынан тәуіп етпедім? Неге Лев Пилатовтың қолын қыспадым? Деп пұшайман болды. Біраз тұрып, жаманның ақылы түстен кейін кіреді деген осы деп бір қойды. Ол тордағы атқа қарап, абсент, сен кешір деді. Абсенттің қызыл қоңыр көзі тұнжырап кетті. Басын қисайтып тордан асырды. Салпаң ерні жыбырлап, сақалы шошаңдады. Иегінің астына біткен сақалдың бір тал ақ еді. Құнардан айырылған ақ қылшық сүйкімсізденіп тұрды. Жылқы 30 жасқа шейін өмір сүреді. 35-ке келетіні ілуде біреу. 20-дан жаңа асқан абсент тым кәрі. Жалы күлдей көгілдірленіп, түгі қуара бастаған. Басының тамыры білемденіп тұр. Қабырғасы сидам-сидам. Мінер жақ аяғының тізесі шор. Сол аяғы сүйел байлаған. Ақын ақтұяқтың осал келетінін Урусовтың кітабынан білетін еді. Абсенттің құйма аяқ тұяғы биден мүжілгенін өзінше пайымдап тұр. Сорына қарай ат қораның едені цемент. Қауқарсыз тұяқты жегідей жейтінін ойлағанда жүрегі демігіп сала берді.
Аяныш сезіміне бой алдырған ақын қолын созып абсенттің басынан сипады. Қант жегізеді деп ойлаған ат аузын ашқанда басы пілдің басына ұқсап кетті. Қиял шіркін қызық-ау деп ойлады ақын. Қорадағы ат біресе арыстанға, біресе адамға, біресе пілге ұқсайды. Қаз-қалпынан аумайтын не бар? 1952 жыл туған абсент 1956 жылы 4 жасында, қазақша айтқанда бестісінде Мәскеудің ипподромына алынып 1969 жылы қайтарылады. Есейгенде кеткен абсент мекенінің ұңғыл-шұңғылын жақсы біледі. Бұл күнде оны бағып қағатын адам Мәскеудегі ипподромынан күміс сағат тағып, арнаулы айлық алып тұрады. Етене бақташыдан гөрі көлденең ақынға абсент көбірек іш тартатындай. Ол оған жаудырай қарап, наз-нала сөгеді. Оқыраныстың аяғы ыңқылға айналады. Ақыным, менің жеткен жерім осы дегенді төл-түлде тұңғиық түйсікте жеткізеді. Сыршыл ақында іштей еміреніп, егіліп сөгіліп тұр. Төрінен көрі жуық шақта қапасқа байлап қоймай, туып өскен жерін неге арылатпайды? Ат айналып қазығын тапса, қазықтап бірақ түнемеуші ме еді? Адасқанның айып жоқ, қайтып үйірін тапқан соң дегенде ата қазақ бауырмал үйірді меңземеп пе еді? Ит арқасы қияннан қашып келетін текті айғырлар ішқұсталыққа шыдаған бекен. Ақын қиялданды. Осы абсент бестісінде Мәскеуге кетерінде ойнақ салған жерімен, үйірмен қоштасты ма екен? Дүниенің төрт бұрышын кемемен, самолетпен аралап, жер шарының космонавты атанғанда, күндердің күнінде баяғы мекенге қайтып ораламын деп болжады ма екен? Оның ендігі уанышы не, арманы не? Сарп боп жүрек ауруына ұшыраған кәрі айғыр өзінің ұрпағы 30-дан астам екенін біле ме екен? Алматының, Киевтің циркінде ойнайтын ұрпақтары атасының ахуалын ойлай ма екен? Ақын жылқының табиғаты, нәсілі туралы жазылған кітаптарға сенсе, атты адамша сайрататын жазушыларға иланбайды. Әй, осы сенікі долбар шығар, аттың ішіне кіріп шыққан жоқ шығарсың деп ойлайды. Сөйте тұра, ол осы арада абсентпен сырласқандай әсерленеді. Ол абсент деген поэма жазды. Мүмкін аты Қош абсент болар. Әрине, Ильян Жансүгіровтің құлагерінен асып түсу қиын, бірақ бұл биші ғой. Қай ақын бишіні жырлады? Қызда биші, бөкенде биші, жылқыда биші, қоразда биші. Ой, мен неғып шатасып бара жатырмын деп ойлайды ақын. Ол абсентке қарайды, абсент оған қарайды. Екеуі екі тілде сөйлесіп, егіз жүрекпен түсінседі. Ақал текемен Қарабайырдан туған бұдан бишінің енесі ақ күш болса, одан арғы төркіні мәлім емес. Ақын осыған өкінеді. Жер жаһандағы сұлу жануардың келешек ұрпақтарға паш болуын тілейді. Оның көңілінде болашақ дастан сазы күмбірлейді. Абсентпен ақын тілмаш керек етпейтін мұңлы музыка арқылы табысады. Құбыл, новелла. Талай күннен бері жол бастап, ел аралатқан кетік шал батырдың ауылына беттегенде нілдей бұзылды. Түнде баудағы жоңышқалыққа қисайып едім, жасыл уы өкпемді қауып қалыпты. Есім барда ел табайын. Барашақ ауылдың төбесі көрінді ғой, өздеріңде адаспайсыңдар. Ау, батырды қалай танимыз? Аузында бір тісі жоқ, маңдайында қыртыс көп, жұдырықтай сары шал. Бұл елде біреу-ақ. Жол бастаушыдан оқыс ажырасқан екі журналист салтатпен іліп келе жатқанда, омырауына жұлдыз таққан татыран қараға ұшырасты. Журналистер ауыл адамынша оңашаланып, таяқ сілтем жерде күңк-күңк сөйлесіп тұрды. Іздеген батырымыз алдымыздан шықты ғой, деді Көсеубай. Ей, сенің көзің көз бе жоқ, әлде без бе?
Татыран қарада батыр бола ма екен? Бізге шәуілдей шүйілген сары шал керек, деді шайх. Екеуі қайта келіп сапарының бағдарын айтқанда, жұлдызды кісі кіржіңдеп, кірпік шешендей тыжырынды. Екі жолаушыны шөлмек көзімен сүзіп шығып, мен еңбек ерімін, батыр басқа ауылда, деп атын шаужайлайды. Жолаушылар тағы да оңаша қалды. Үстінен қалбаңдап қара құс ұшып өтті. Осы жақта бүркіт көп, деді шайх. Ей, сенің көзің көз бе, әлде без бе? Бүркіт қалбаңдап ұша ма екен, деді Көсеубай. 1-0 в твою пользу, деп шайхы көктегі құстың жасық тегін мойындады. Екі жігіттің арасында сапардың кикілжіңі басталды. Көсеубай жаңа ғана ажырасқан еңбек ерін қуып жетейік, деді. Шайхы шиқылдап ұзақ күлді. Ақырында малшының үйінен лақтың басын сықпақшысын ғой. Дәменің зорын. Арық қара сақы болса, өзін неге жарылқамайды? Оған мәртебе әперген қатын баласы, деп шалғайға сүзіле қарады. Көсеубай, осы шынында да білгіш-ау, көріп тұрасың, бұл әлі редактордың орын тартып алады. Мен әдеби қызметкер күйінде қала беремін, деп торықты. Шайхы басы қарайып облыстық газеттің ауыл шаруашылық бөлімін басқарады. Көсеубай Іргелин мәдениет тұрмыс бөлімінде әдеби қызметкер. Басқа бөлімге күні түсіп тұрған жоқ. Дегенмен сатының аты саты. Лауазымға қарай ойысу өмір заңы. Көсеубай шайхының ырқына көніп қалды. Екеуі шамалы жер жүргенде отын шапқан әйелге жолықты. Әйел: сары батырды іздеп келе жатырсыздар ма? Бәйбішесіне арқасын тыр-тыр қасытып жатыр. Басын көтергенде аузымен орақ ұрады, деді. Батыр қырсық адам боп шықты. Келгендердің аты жөнін білгенде: әлгі тілші екенсіңдер ғой. Майданда мазамды алып еді, енді фермаға келдіңдер ме? Лақ сояйын ба, қозы сояйын ба, деп қуақыланды. Асқар Рзамыз отағасы, деді шайхы. Сән мен өсірген дударшасын сілкіп тастап. Шал шамалы ойланды. Аяққаптың жанында керегеге ілулі тұрған өлі етке қарады. Сүрленіп қарая бастаған еді. Шал жымиды. Артынша: шіркін-ай, жібере қояды екенмін қоя, деп тысқа шықты. Өкпе бауыр келгенде босағадағы жабулы шелек ашылып еді. Ішінде жүзіп жүрген көк мойын шиша көзге түсті. Үй қожасы тершіп жіби бастады. Батырлық турасынан шертілген кеңестің бір ағытында өздерің оқ-дәрінің иісін искемеген, көрмедік деген дейсіңдер ғой. Бұл бұрқыраған түтіннің, жалындаған оттың ішінде кім жауға бірінші боп шапса, сол батыр. Мен 17 рет атакаға шықтым, 5 рет жараландым. Шекенің тыртығы тегін тыртық емес, деп масаттанды. Екі жолаушының асығыс аттануына тура келді. Совхоз орталығынан кешке облысқа ұшатын самолетке ілінбек еді. Үй иесі жолаушыларға аттанар кезінде: екеуінің қайсың мықты, деп сұрады. Шайхы Көсеубайға қарады. Көсеубай шайхыны меңзеді. Ендеше бер шығып кет, деп үй иесі шайхымен оңаша сөйлесіп кетті. Жолай келе жатқанда шайхы басы қарайып, малшылардың мағлұматына бір дәптер толды. Күйшілер, аңшылар, құсбегілер өз алдына. Енді осыған отан соғысының батыры жөнінде очерк қосылса қатып кетеді. Теріскейдің тұз дәмі ақталады, деп үзеңгісін шіренді. Пай, сенің осы шіренуіңді киноға түсірер ме еді, деп Көсеубай жымиды. Сойған түлкідей неге ыржаңдайсың? Көсеубай: күлмегенде жылаймыз ба, деп құтылмақ болды. Шайхы онан сайын шамданды. Сен өзің бір жанды менсінбейсің. Мұрын шүйірудің ақыры неге соғатынын шамалайсың ба?
Сен не қара басты? Летучкаға жиналған дүйім жұрттың көзінше Көсеубай іргелинге дүрсе қоя берген редактор жауап тосып отырды. Көсеубайдың басына Әділғазы Мақұлбекович тым қазақ кісі-ау деген ой келді. Қатын қарғысқа ұқсас кейістіктің мәнісін жұрт түсінбей қалған еді. Әділғазы Мақұлбеков шомбал қара көзілдіргін киіп, бәрін кешегі мақтаған очерктің түбі шикі боп шықты. Көсеубай іргелін жолдас батырдың орнына ысқаяқ біреуді жазып келіпті. Сейдіннің бірінші секретары обкомға телефон соғып, басшылар шала бөлініп жатыр деді. Жігіттердің қайсы бірі сұстүйісіп, қайсы бірі жымыңдап, үнсіз отыра берді. Әйелдер күңкіл-шүңкіл сөйлесіп, бет шымшысты. Кәне, кім сөйлейді? Жарыс сөз орнына күбір-сыбыр басталды. Мақұлбеков қоңырау қағып, сұрауын қайталады. Жұрт, біреуді отқа итерер жайымыз жоқ дегенді іштен танытып, томсырайысып қалды. Даурық басылсын, 2-3 күн шыдайық деді ғалым Сәбденов. Партия тұрмысы бөлімінің меңгерушісі тайқақтағанда ауыл шаруашылығы шойқақтайды ғой. Ақсақтың ақырын күтеміз дағы деп шайқы басқарайып мырс-мырс күлді. Күтпеген жерден машинистка орнынан тұрды. Көсеубайда тайға таңба басқан сөз жоқ еді. Батылды батыр ғып жіберген мен. Сәбден, неге өйттің биғанша деп өкінді. Биғанша шамалы мүдіріс деді. Балта шапқанша ағаш жалтартады демекші ойына иланымды жауап оралды. Қаһарманның мінезіне қарап түзете салып едім. Машинистканың жалған сөйлегенін Көсеубай біліп отыр. Ол болысушы хақында не дерін білмей дағдарды. Әділғазы Мақұлбеков те екі ойлады. Осы кезде телефон сылдырады. Сәбденов өшіріп тастап еді, қоңырау қайта өршеленді. Құлақ асуға мәжбүр болған редактор жиналыс өтіп жатқанын айтты. Маған керегінің өзі осы дегендей трубкаға самбырлап кетті. Түсі сынған редактор шешім қабылдау керек жолдастар деді. Шайх орнынан тұрды. Басқа тұратын не бар? Ұлы Гете қаламмен жазғанды балтамен өшіре алмайсың деген. Өзімнің Мефистофел болғаның ғой шамасы деп Көсеубай шарт ете қалды. Екеуінің арасында кергілес басталды. Жалған очерк неге жазасың? Жалған очеркті неге жуғызасың? Жалған екенін мен қайдан білейін? Ей, Әділғазы Мақұлбековичтің ысқаяқ деп отырған адамын батыр деп қолпаштаған сенің өзің емес пе еді? Куәң бар ма? Жұрт Көсеубайға жапырыла қарады. Көпшіліктің пысы басқан ол қапелімде ұтықты уәж қайтара алмады. Куәм жоқ деп салды. Жұрт жамырай күлді. Газеттің бетіне түскен таңбаға Көсеубай іргелин кінәлі болып шықты. Бұл облыстағы мекеме үрдісі бауырмал. Басқа қызметке ауысқандарды, жұмыстан босатылғандарды, арыз беріп кетушілерді үзеңгі жолдастары ұзатып салады. Дәм-тұз татысқандар қиыспай қоштасады. Көзіне жас алатын солқылдақтар да табылып жатады. Осы дәстүр Көсеубай іргелинге бұйырмады. Бағана біреуді отқа итерер жайымыз жоқ деп тымсырайысқандар енді бәлесінен аулақ дегенді ашық айтудан тайынбады. Салысуға кеткен Көсеубай үйіне келудің орнына паркке барып шахмат ойнады. Күнде ұтып жүргендерінен ұтылып қала берді. Бас айналамау, көзі бұлдыраймау, әйтеуір жолы болмай-ақ қойды. Көсеубай шамданып, ызаланып шықты. Бәсекелестер ұтқанымен тұрмай, езу тартып келеке қылдау. Бейне бір нақұрысқа баладау. Әлде Көсеубайдың орнынан алынып, ісі тергеуге берілгенін біліп үлгірді мекен. Ай қайдан үлгірсін, әйтпесе неге күлседі? Шамасы бұрын тізем батқан ғой, өш алғасын қыбы қанынады дағы деп түйді. Бір ауық өзінің ерегістің адамы екенін ойлап кетті.